болсын, дұрыс болсын. Мен не жібердім? Сен оқырмандарың біле ма? Нені? Ертең бізде күшті тегін сабақ болады бұйырса. Серьезно? Иә, мастер-класс, жаңағы оюдан әдемі киімдер киіп жүрдім ғой мен, шапандар. Сол ертең тегін болады. Бүгін тіркелудің соңғы күні. Өзіңіз, иә, қыздар ханымдар болса, Упучуктың оқырмандардың арасына білетін оқырмандар. Қараңыздар, ең негізгі тамақ бізде балықтар келді. Сазан, мына жақта беш, күшті дәмдер өте керемет деп естідім. И қазір мамалар мен көкелер дәмін көріп, бағасын береді. Рамен қандай екен? Алек сағаншы? Алекқа шашлык өтіп жатыр. Рахмет сіздерге, прям күшті, прям барлығы ұнап жатыр. Еще, кстати, дубайский шоколадтары да бар. Бұл жақта келіп жеймін десеңіздер, өздерінің авторский өте дәмді етіп шығарған. Біз бір емес, екеуін алдық. Қазір енді дәмін көріп чай ішеміз бұйырса. Ансар неғып жылап жатсың? Ансар түсірілдірін бе? Неғып жылап жатсың? Деп жадым тұр. Дейді. Ансар қызық болып кетті көрсін. Мә, тұр. Ансар, жүркеттік бассейнге барамыз ба? Қазір бассейнге барады да суға түсіп ұйықтайды. Өзі Ұйқысы кеп тұр уже. Как что, СПФ? Кәдімгі қаршы? Қалай жаққа барыңыздар? Неғып, сәл внимание жетпейсіз жылап жатыр. Антап. Сіз бассейнге бар ұйықтатайықшы. Неғып төсек қойған десеңіздер, Ансар күндіз осы жерде жатпасақ, неғып құлап кетеді неқтан. Диванға только түнде жатамыз. О, кеттік. Мынаны несі пайдасы бар? Ана, неде сумканың ішінде. Біздің арнамыздың көрермендері бүгін бізде қонақ күту процесі. Менің жанымда, менің енем, анам, Айнұр ханым тұр. Қазір Айнұр ханымнан сұрайтын боламыз. Бүгінгі қонақ күтуді сіз 10-нан қанша балл бересіз? 10-нан? 10 ең жоғары ма? Иә. 10 балл берем. Бүгін сіздің келініңіз бар ғой, Аяна деген. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, гүл десе бойы, жүрегі кең. Сол қыз сізге қаншалықты көмектесті? Ойбай, 100%. Тек таңертең сағат 7:30-дан тұрып, жерді сыпырып, үйді жинап, тамақ істеп, самса істеп, манты міне істеп, бәрін істеп. Микрофон сатып алып кетті. Микрофон сатып алып кетті. Үстімізге бірдей мынандай форма кигізіп қойды, киім істеймізге. Сонымен тұрмыз енді істейміз. Ал бұл қонақтау процесінің тек қана жартысы. Біз ары қарай жалғастырамыз, бізбен бірге болыңыздар. Байт болайын деп тұр достар. Ташкентте өліп қабатсам хабарласыңдар. Мына жүрді. Білә. Қазір мына жерден жай шығады аса қарай. Деп қатты түсетші. Біз кеше айттым ғой сіздерге, киндер пати, туған күн, соларға дайындық бастадық. Киім аламын ауылға шықтық. Күн деген өте ыстық. Алматыда конер жүру мүмкін емес. Сол Аймөрік пен Айжан бар. Bir нәрсе деңдер. Күн ыстық. Сондай. Жақында біздің достарымыз WhatsApp группа ашам. Сол жақта баршаңыз шақырамыз, адрес бәрін жібереміз. 1-2 күнде.